Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында өте оңай жасалынатын және де көп ингредиенттер қажет етпейтін, құрамы таза печеньені сіздермен бірге жасайтын боламыз. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 100 грамм бөлме температурасындағы жұмсақ сары май. Осы сары майымызға 160 грамм шекерімізді қосып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, осы печеньенің толық құрамын видеоның астындағы описанияға жазып қалдырамын. Сары май мен шекерімізді жақсылап тұрып араластырып болған соң, келесі кезекте 2 жұмыртқаның кезегі. Осы жұмыртқамызды да қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз, біркелкі болғанша. Достар, мен негізі үнемі печеньенің қамырын жасайын деп жатқан кезде 1 сағат бұрын сары май мен жұмыртқаны алдын ала тоңазытқыштан шығарып қоямын. Яғни екеуінде бөлме температура кезінде пісіремін, яғни қамыр жасаймын. Сонда печеньем өте дәмді болып шығады. Сіздерде солай жасап көріңіздер. Келесі кезекте осындай ұнның кезегі. Ұнды міндетті түрде електен өткізейік, себебі ұнның арасында қоқыстар болуы мүмкін. Осы қазір бір ыдыстың ішінде 300 грамм ұн болды. Осы 300 грамм ұнның бәрін осылай електен өткіздім. Сосын маған тағы осындай 50 грамм ұн керек. Яғни осы печеньенің қамырына мен барлығы 350 грамм ұн қостым. Осы ұнның бәрін осылай електен өткізіп болған соң, қопсытқыштың кезегі, яғни разрыхлитель, осы 1 шай қасық толтырып қопсытқышты қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Басында осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Сосын қамырларымыз бір-біріне жабысып бастаған соң, қолдың көмегімен қолға жабыспайтын өте жұмсақ біркелкі қамырды илеп шығарамыз. Достар, мен сіздерге айттым, осы қамырға менде барлығы 350 грамм ұн кетті. Сіздерде 350-ден жоғары немесе аз грамм ұн кетуі мүмкін. Оны өздеріңіздің қамырларыңызға қарай қосыңыздар. Сіздердің қамырларыңыз мына видеодағыдай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, эластичный болып шығуы керек. Сосын енді қамырымызды жайып бастаймыз. Қамыр жаятын жерімізге ұнды сеуіп, ұнды қамырдың екі бетіне аунатып алып, оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып бастаймыз. Достар, осы менің YouTube каналымда басқа да оңай жасалынатын тәттілердің, печенье, пирогтардың рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа да видеоларымды көріп, қолдап, комментарий жазып жіберсеңіздер. Мінекей мына шетте қамырымызды жайып болдық. Қамырдың қалыңдығын қанша қылып жаямын деп ойлайтын болсаңыздар, қамырды шамамен 3-4 мм қылып жайыңыздар. Егер печеньелеріңіз әдемі көтеріліп піскенін қаласаңыз, солай 3-4 мм қылып жайып, сосын осындай печенье кесетін формамен печеньелеріңізді кесіп шығыңыздар. Осындай домалақ печенье кесетін форма жоқ болса, стаканның домалақ жағымен кессеңіздер де болады. Осылай қамырларымызды кесіп шығамыз. Қамырларымызды кесіп шыққан соң, осы артық қамырын алып тастаймыз. Бұл қамырда қайтадан жайып, осылай домалақ печеньелерді кесіп шығамыз. Келесі кезекте бізге керегі осындай кремнің насадкасы. Осы насадканың кішкентай домалақ жағымен осылай қамырымыздың ортасын тесіп шығамыз. Егер осындай крем насадкасы жоқ болса, онда қолдың көмегімен тессеңіздер де болады. Немесе теспей осы домалақ күйінде печеньені пісірсеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңызда. Айтпақшы достар, дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қойыңыздар. Сосын пергамент қағазы төселген формамыздың үстіне қамырларымызды қатарынан қойып шығамыз. Қалған қамырларды да солай жасаймыз. Қамырымызды жайып, осындай домалақ пішінге кесіп болған соң, ортасын осылай тесіп шығамыз. Осы тесілген қамырларымызды пергамент қағазы төселген формамыздың үстіне қойып шығамыз. Мінекей қараңыздар достар, біздің қамырларымыз пісуге дайын тұр. Осы печеньемізді қызып тұрған пеште 180 градуста 15 пен 20 минут аралығында пісіреміз. Және де достар, әр үйдің пеші әр түрлі пісіреді. Сол үшін
үстінде өздеріңіздің печеньелеріңізге қарап тұрыңыздар. Печеньенің асты осылай қызарып, үсті де кішкене қызарса, печеньелеріңіз пісті деген сөз. Мінекей мына шетте печеньенің екінші партиясын да пісіріп шығардым. Осылай екінші партиясы да пісіп шықты. Осы бір қамырдан менде барлығы 36-37 штук печенье шықты. Қараңыздар, осылай әдемі болып шығады. Печеньемізді суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Мінекей достар, біздің көптен күткен печеньелеріміз дайын болды. Печеньеміз қытырлақ, өте дәмді болып шыққан. Осы печеньені сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, көп уақыттарыңызды алмайды, және де бір жасағанда осындай көп штук шығады. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.